манипулятор мен газлайтер адаммен қалай сөйлесу керек, сделать так, что ол өзінің айтып жатқан сөзіне, әрекетіне ойланатындай. Яғни деп сұрақ қойғаннан кейін ол ақтала бастайды да. Уже, допустим, мысалы меңгерушісі маған айтты, мен сізге қазір камераны ашып бермеймін, департаментке барыңыз, там тағы да бір әңгімесін айтты, ойланып көріңіз, сізге уақыт беремін деді. Мединаны қалдыруға тағы да бір әңгімесінде айтты, что мен сізге қазір камераны ашамын, қызыңызды шығарамын садиктен, мен сондай документпен жіберемін деп ше. Біз өзіміз шығардық, ол такой неуправляемый, тәрбиесін жаман деген сияқты қағазбен жазып береміз деген сияқты. Мен айттым, мен ол кісіге мына бір ойландыратын нәрсені айттым. Сонда сіз бұл мәселенің шешімін, то есть маған камераны ашудың орнына қызымды сайттан шығарамын деп ультиматум қойып тұрсыз ба дедім. Бұл бір, яғни өзінің жасап жатқан әрекетіне мен сізді дұрыс түсіндім ба деп зеркалить еттім. Бұл бір. Екінші, мен айттым ол кісіге, ол кісі неге маған өзіңіздің проблемаларыңызды айтып жатырсыз, ата-аналарға байланысты разочарованияларыңызды, мен Мединаға байланысты келіп отырмын, давайте соның мәселесімен сөйлесейік. И ол кісі лоб келген кезде, столб дейді ғой, столбқа келгенде болып қалды да, жоқ, осындай, мен бәріңізді білемін, сондай деп ақтала бастады.